Қайыңды және Көлсай туралы болады. Себебі өткендегі видеодан кейін маған көптеген сұрақтар келді комментарийда, анамынан жекеге осы Көлсайдың өзіне қалай баруға болады деп. Мен сол туралы айта кетейін. Тек қана Қайыңды мен Көлсайдың өзіне барсаңыздар болады. Ол үшін Instagram жеткілікті. Instagram'нан түрлі турлар бар. Неше түрлісі бар. Ішінде Алматы тур десеңіздер атып шығады. Және рекламамен өздері қаптап келеді. Солардың біреуін таңдап алып, солармен бірге барсаңыз да болады. Немесе өзіңіздің жеке машинаңызбен барсаңыз болады. Мен өзім сол Қайыңдыға барғаннан түсінгенім, Қайыңдыға, Көлсайға, яғни Саты деген қасында ауыл бар, соған қонып, кәдімгідей демалып келу керек екен. Себебі ол жақтың табиғаты, көрінісі деген бөлек, видеодан көру деген бөлек, өз көзіңізбен көру деген ол мүлдем бөлек. Сондықтан Көлсай Қайыңдыға барсаңыздар, міндетті түрде 2-3 күнге барыңыздар. Ал енді турмен барсаңыздар, турдың адамдары сіздерге өздеріңізге орын дайындап қояды, жататын орын дайындап қояды. Олардың таныстары өте көп. Сіз бас қатырып жүрмейсіз. Алай, егер сіз өзіңіз автобуспен болсын, попуткамен болсын, өзіңіздің машинаңызбен болсын баратын болсаңыз, онда сіз Саты деген ауылға барасыз. Саты деген сол Қайыңдыға, Көлсайға тиіп тұрған ауыл. Содан соң Сатыдан ары қарай сол ауылдың өзі сондай туризм саласын қатты өздері дамытып тастаған. Яғни ол жерде жататын жерлеріңіз де бар. Сіздерді Қайыңдыға да апаратын машиналар да бар. Өздерінің шағын турмен ұйымдастырып жүреді. Жататын орында тамағымен 10 теңгенің айналасына тауға болады. Средний айтып жатым, одан да қымбаты да бар, одан арзаны да бар. Средний сол 10 теңгенің айналасына. Тур тоже Көлсай тиіп тұр. Көлсайға дейін жаяу барсаңыздар да болады. Немесе такси жалдап 500 теңгемен жетіп қалуға болады. Саты ауылынан Қайыңдыға бару средний, сол өздерінің внедорожник, яғни сондай бір базик ваздары бар, солармен бару средний ақшасы ол 2000 теңгенің шамасында. 1000 теңге болуы мүмкін, 2000-3000 теңге болуы мүмкін. Орташа сол 2000 теңгенің шамасында. Жолсыз жаман жолдармен жүріп Қазақстанның керемет жеріне баруға болады. Ол жер деген сөзбен айту мүмкін емес, ол жерді көру керек. Егер сіз турмен барсаңыз, мысалы үшін, онда 20 мың дейма, 20 мың теңгені төлейсіз, болды, соның ішіне барлығы кіреді, ештеңе төлемейсіз. Барасыз, айтқан жеріне барасыз, қон деген жеріне қонасыз. Сосын бірге қайтамыз дегенде қайтасыз. Ал егер еркін өзіңіз жүргіңіз келсе, онда машинамен, немесе автобуспен, немесе таксимен барған жақсы. Әркім өзі біледі, қалай баратынын, қалай таңдайтынын. Мен өзім жеке ойымша турмен емес, жеке отбасыңызбен болсын, достарыңызбен болсын жиналып, өздеріңіздің жеке машинаңызбен барған жақсы.
себебі ешкімге тәуелді болмайсыздар. Мен жалпы бүкіл саяхаттарым барлығы да сондай. Турлармен барып керек емес, біреуге тәуелді болмай, өзіңмен өзің қыдыру ең жақсы тема мен үшін өзіңмен өзің қыдыру. Екінші жағынан, сіз өзіңіздің машинаңызбен жүрсеңіз, ешкімге тәуелді болмайсыз. Өзіңіз қайда барғыңыз келеді, сонда барасыз, қайда жүргіңіз келеді, сонда жүресіз. Және ең бастысы өзіңізге ұнаған жерге тоқтайсыз да, қалағаныңызша қарайсыз. Ал Көлсайда және Қайындыда қарайтын жер, әдемі жерлер өте көп. Егер жолыңыз Алматыға түсіп жатырса, міндетті түрде осы Көлсайға барыңыздар. Және Көлсайға кетіп бара жатқан жолда, егер сіз өзіңіздің жеке машинаңызбен барсаңыз, Чарын каньонына да соғып кетуіңізге болады. Егер жаңағы айтқандағыдай турмен барсаңыз, турдың ұйымдастырушы, яғни гид сізге кеттік болды деп, сіздің қалағаныңызша ана жерде жүре алмайсыз. Видеоға, фотоға түсіретін болсаңыз, тоже солай. Кеттік. Басқа туристер де тоже асығыстар болады ішінде. Олар да кеттік деп жүреді. Біздің жағдайда солай болды. Мен видеода айтқан болатын. Гидіміз кеттік болды деп. Сондықтан тәуелсіз өзіңіз жүрген жақсы болады негізінен. Ең жақсысы сондай саяхат. Міне достар, айтайын дегенім осы. Жалпы турмен барсаңыз, сол 10 мың теңге, 20 мың теңге, 30 мың теңгенің көлемінде шығады. Ал егер сіз өзіңіздің машинаңызбен барсаңыз, бензиніңізге жоясыз, жүргеніңізге байланысты. Және жататын жер 10 мың теңге, сондай шамада жоясыз. Екеуі де ақша жағынан шамалас болуы мүмкін, бірақ еркіндік жағынан сіз өзіңіз барсаңыз 100 есе күшті болады. Достар, видео ұнаса лайк басып жіберіңіздер, достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер, біздің қазақ контентін қолдап жіберіңіздер. Менің инстаграмым бар, оған да тіркеле кетсеңіздер болады. Жалпы қолдап жіберсеңіздер нұр үстіне нұр болар еді. Барлығыңызға көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.